сәлем достар, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сіздердің көптен күткен және менің көптен күткен видеом ол Back to School видеосы. Бүгінгі видеода мен сіздерге мектепке алған киімдерімді және мектепке алған керек заттарымды көрсететін боламын. Және мен даусыма мән бермеңіздер, ал önce біз видеоны бастаймыз. Егер осы видео міндетті түрде ұнап жатса, менің арнама тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал önce біз видеоны бастаймыз. Достар, мен ең алдымен сіздерге өзімнің киімдерімді көрсеткім келіп тұр. Ал önce бірінші киімнен кеттік. Келесі ол бізде осындай сарафан және ақ кофта. Сарафан өте әдемі көрінеді, көк түсті және өзінің замоктары бар, жанында екі брелогы бар. Жалпы айтқанда маған қатты ұнайды, матасы да жеңіл. Келесі ол бізде осымен бірге киетін ақ кофта. Ақ кофтаны осы сарафанмен киемін. Узорлары барлығы өте жақсы орналасқан және жеңіл матасы. Және осы сарафанмен бірге киген кезде олардың өздерінің белдігі бар, яғни ақ белдік. Міне осындай белдік бізде өте әдемі, тоже киген кезде өте жақсы тұрады. Сол. Бізде ақ кофта, оның екі жағасы да өте әдемі орналасқан, және осындай нүктелермен өте әдемі және өте жұқа, өте жақсы. Ақ түсті және шалбармен кигенге өте жақсы тұрады, денеге өте қатты жарасымды тұрады. Жалпы маған ұнайды, артына жібімен байлайды. Шалбармен кигенге өте жақсы. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын, және қай киім ұнады, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі ол бізде осындай шалбар, енді ештеңесі жоқ, но былай жақсы. Жалпы суық күндері, қыстық күндері кисең болады. Осындай өзінің екі қалтасы бар. Жалпы көк түсті, өте жақсы. Бізде ол осындай ақ кофта, бағанағы ақ кофтаға ұқсайды, бірақ узоры басқа. Бұл жақта міне, және бұл мата өте қатты жұқа және өте қатты денеге жеңіл тұрады. Ұнайтын жері де маған қатты осы жеңіл және айрен деген жазылып тұр, жазу. Жалпы сол. Ол бізде осындай юбка, тоже өте әдемі, көк түсті және жанында осындай үлкен-үлкен түймелер орналасқан. Белде барлығы өте әдемі тұрады, жанында екі қалтасы бар. Қатты ұзын да емес, қатты қысқа да емес, орташа. Ол бізде осындай ақ майка, мектепке киген кезде өте ыңғайлы. Жалпы әппақ, ештеңесі жоқ, кәдімгі мектепке киюге арналған ақ майка. Келесі ол бізде осындай капрон, яғни мектепте керек кездері киеміз, онда білетін шығарсыздар, енді капрон міндетті түрде керек, сол үшін осындай капрон алдым. Келесі ол бізде бантик, потому что менде алдыңғы жылқылар өте көп, сол үшін де алмадым. Бізде ол нәскилер, мен осындай екі нәски алдым. Біріншісінде жазуымен өте әдемі, көк түсті және дене шынықтыру сабағына киген өте әдемі сияқты мен ойымша. Жалпы спорттаға да нәскиге ұқсатты, жалпы не ештеңені білмеймін, қуып жатырмын. Келесі ол бізде осындай өте әдемі, өте нәзік көрінетін стильдегі кішкене қалыңдау нәски, және келесі ол бізде платок. Мектепке енді платок алып жүру керек, және маған қатты ұнайды, өте әдемі платок. Келесі ол бізде осындай туфли, киген кезде осылай тұрады аяққа, өте әдемі, жалпы және биіктеу, бірақ жаңбырлы күндері суда өткен кезде өте ыңғайлы деп ойлаймын. Келесі бізде канцелярия, осы жылы мен канцелярияны аз алдым, түрлі түсті канештер алған жоқпын, себебі оларды мен көп қолданбаймын. Ол бізде осындай дәптер, 48 беттік общий тетрадь, но әлі де алу керек бізге, потому что біз осы жылы аз алып қойыппыз, но сіздерге тезірек көрсете кетейін. Және мен тағы да общий тетрадьтары бар. Келесі ол бізде гүл тәріздес, өте әдемі, тоже есеп дәптері, 36 беттік. Оны мен ағылшын тіліне бастадым. Келесі ол ағылшын тіліне арналған сөздік, көбелек дәптер, өте әдемі, розовый түстермен маған қатты ұнайды. Ол осындай мен орыс тіліне бастаған дәптерім, әлі бұны қаптамадым. Осындай гүл тәріздес, өте әдемі, көк түсті және матасы, ойбай,
қағазы өте жақсы жасалған. Келесі ол менде осындай көк дәптерлер, және мен сіздерге 12 беттік жасыл дәптерлерді көрсетпеймін, себебі ол енді барлық оқушыда болады. Қазір осы дәптерлерді көрсете тұрайын. Және осы жылы мен общий дәптерді аз алдым, бірақ та тағы да алу керекпіз. Және тағы да бар, оларды кейін историяда көрсететін боламын. Келесі ол бізде күнделік. 10 сыныпқа дейін бізге күнделік керек болады енді. Сол үшін де осындай күнделік алдық. 5 күндік жалпы күнделік әрқашан керек. Сыртын қаптап қойған кітаптарды, дәптерлерді, себебі оқу басталып кеткен. Сол үшін де келесі ол антисептик. Қазіргі таңда антисептик ешке жерге кіргізбейді. Сол үшін де антисептикті міндетті түрде алып жүремін. Осындай менде антисептик. Бұл өзіміздің денсаулығымызға да пайдалы, сол үшін де. Келесі ол бізде осындай линейка. Негізі ұзын линейка да бар, бірақ та мен кішкентайын алып жүремін. Пеналға да сәт және өте ыңғайлы. Келесі ол менде осындай замазка. Кейбіреулер оны штрих деп атайды, бірақ та мен замазка деп атаймын. Розовый түсті. Келесі осындай өшіргіш. Дымы жоқ, өшіргіш. Келесі осындай басы өшірілетін ручка. Бұны бақылау кезінде қолданамын. Келесі бізде осындай көк ручка, тағы да бір ручка. Және келесі бізде ол тағы да ручкалар. Қызыл және қара ручкалар. Осындай компаниянікі. Және өте жақсы жазады бұлар. Бақылау кездерінде керек болады. Келесі ол менде осындай карандаш. Және келесі ол менде осындай тағы да ручка, көк ручка. Бізде осы ручка маған қатты ұнайды. Келесі бізде тағы да карандаш. Келесі енді бізде осындай жасыл дәптерлер. Негізі жасыл дәптерлер өте көп, бірақ та оны қазір көрсете алмаймын. Сол қазір көрсетуге просто желание жоқ болып тұр, сәл ауырып тұрғандықтан. Сол үшін де келесі менің күнделігім өзім қолдан жасауға болатынмын. Және мен осымен видеом аяқталды. Лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ауырсам да барынша түсіруге тырыстым. Ұнайды деген сенімдемін.